Сәлем достар, баршаңызға, сіздермен Құралай. Мен сіздерге бүгін осындай дастарханда көріп беретін французский яблочный пирог, яғни бұл пирогтың аты невидимка деп аталады. Алмадан жасалған пирогтың түрін ұсынамын. Керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Достар, менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер. 2 жұмыртқамызды алып, үстінен шекерімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ары қарай иіс шығаратын ванильный қоспамызды қосып, сүтімізді қосып, ары қарай жақсылап тағы бір араластырып жібереміз. Және бөлме температурасында еріген сары майымызды қосамыз. Сливочный сары май қостым, дәмі ерекше болып шығады. Ары қарай ұнымызды қостым. Ұнымыздың үстінен ұн қопыстқыш, яғни разрыхительді 1 шай қасық толтырмай қосып жібересіздер. Дағыны жақсылап осылай миксердің көмегімен араластырасыздар. Араластырғанға өте қатты мән беріңіздер, себебі арасында комок болмау керек. Ары қарай салмамызды дайындаймыз. Алмамыздың сыртын жақсылап ашып аламыз. Дағыны осылай үккіштің терканың көмегімен осылай өткізіп жібереміз. Жұп-жұқа етіп, үстінен лимон шырының сығындысын сығып, лимонның шырынымен жақсылап алмамызды араластырамыз. Ол неге? Өйткені алма қарайып кетпес үшін. Пирогтың ішінде алма сондай өзіндік түсімен әдемі болып тұрады, көрінісі өте керемет болып. Үстінен мынау салмамызды құйып, пирогымыздың жақсылап венчиктің көмегімен емес, қолдың көмегімен осылай араластырамыз. Жақсылап қолдың көмегімен араластырамыз. Достар, формамызды дайындап алдым. Форма, қандай формаға салсаңыздар да өздеріңіз таңдауларыңызда. Мен домалақ пішіндегі форманы алдым да, осылай салмамды салдым. Қарасаңыздар байқап, теста мүлдем аз, алма өте көп ішінде. Сондықтан бұл пирог өте ерекше болып шығады. Яблочный пирог, французский пирог, нәзік. Міне дайын тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аласыздар. Ары қарай пирогымызды суыған сәтте осылай сахарный пудрамен әрлеп жібересіздер. Және дастарханда көркі өте керемет болып шығады. Достар, үйлеріңізге қонақ келген жағдайда осылай лезде істесеңіздер өте, қалай айтсам, ұялмайсыздар. Қараңыздар, кескіннің өзі, пішіннің өзі әдемі болып шықты. Түсі де осылай сахарный пудрамен осылай әрлеп жіберіп, үйде қандай жемістің түрлері бар, кез келген жемісті алып, осылай әрлесеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын.